Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұржан Кезет. Қалайсыңдар достар? Менің арнамда көптен бері видео шықпай кетті. Сол үшін сендерден кешірім сұраймын достар. Бүгін менің каналымда топовый видео шығайын деп тұр. Бұл деген әрине супер конкурс болады достар. Сендер бұл супер конкурсқа қатысуларыңа болады. Менде подписчик аз, ал сендерге ұтуға мүмкіндік өте көп. Көп десем де болады. 99% тіпті. Бірінші орынға мен 520 алмазды ойнататын болам. Бұл бірінші орынның призі болады. Бірінші орынды сендер алуларың үшін ұзақ комментария және де бір кереметтей комментарияларын жазасыңдар. Мен бұл деген конкурстың жауабы менің каналымда 500 подписчик болғанда шығады. Менің конкурстың приздері бірінші орынға 520 алмаз. Короче, 3 қатарда тұрған алмаздар болады достар. 3 қатарда тұрған алмаз. Бұл супер конкурс болады. Менің каналымда подписчик аз, ал сендерге ұтуға мүмкіндік өте көп достар. Өте көп достар. Так что сендер қатысыңдар достар. ID-леріңді жазып кетіңдер, ешқандай қорықпай. Мен сендердің ID-леріңе лақтыратын болам достар. Алмазды ID-леріңе лақтырам. Так, енді мен алдыңғы видеодағы механический ченоктың атын көрсететін болам достар. Механический ченокқа ат қойып кет дегенде сендер қойып кетсіңдер. Бір бала Карл деп қойып кетті. Бұл ағылшынша ат. Ағылшын баланың аты. Бұл мысалға келмейтін сияқты. Бұған мен деген Камшат Кезет деген бала ма қыз ба әйтеуір соның атын таңдап тұрмын. Шошаңбас әлде темір ит. Достар, бұл темір ит дегенге мен толықтай келісе қоймаймын. Темір ит оның механический ченоктың қазақшасы болады достар. Менің даусым қарылып тұр, оған сендер ренжімеңдер достар. Механический ченоктың қазақшасы темір ит болады, ал мен оған шошаңбас деп қоятын болам достар. Осы видео сендерге ұнаса лайктарыңды басыңдар достар, каналға подписаться етіңдер. Давайте го конкурсқа қатысыңдар.